Қайырлы күн, құрметті білім алушы. Бүгінгі БУАП пәні бойынша жаңа сабағымыздың тақырыбы рефлексия, сабақтағы кері байланыстың маңызы. Сабақтың мақсаты кері байланыс пен рефлексияның ұқсастығы мен айырмашылығын, тиімді түрлерін анықтау, сараптап қолдануды үйрену. Кері байланыс белгілі бір әрекетті немесе оқиғаны түсіну, игеру, онымен келісіп, келіспейтіндігін көрсететін белгілі бір әрекет немесе оқиға туралы пікір, баға беру, жауап реакциясы. Кері байланыс дегеніміз мақсатқа жетелейтін нақты әрекет, талас тудыратын сұрақтар мен мәселелер бойынша түсінік алу және түсінік беру үдерісі. Тиімді кері байланысты ұйымдастыру сапалы оқытудың негізі болып табылады. Оқу үдерісінің барысы туралы түсінік қалыптастырудың бірден бір құралы оқу міндеттері мен мақсатына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Мұғалімді оқушының жетістіктері мен қиындықтары туралы хабардар етеді. Кері байланыс арқылы оқушы өзінің оқудағы кемшіліктерін түсінуге көмектесетін мәліметтер мен алға жылжуға нақты нұсқаулар алады. Мұғалім оқытудағы жіберілген олқылықтар және өзінің әрекетіне, қызметіне өзгерістер енгізуге көмектесетін мәліметтер алады. Оқушыларға жиі және маңызды кері байланыс ұсынылған жағдайда оқыту тиімді болады. Рефлексия субъектінің назарын өзіне, атап айтқанда, оларды қайта ойлап қорыту мақсатында өз белсенділігінің өніміне назар аударуы. Педагогикада рефлексия сабақтың бір кезеңі ретінде қарастырылады. Ол кезде сабақ барысында алынған білім сыни тұрғыда талданып, меңгерілген біліммен салыстырылып, өзіндік түсінік пайда болады. Кері байланыс пен рефлексияны жүргізудің түрлері ауызша және жазбаша болады. Кері байланыс пен рефлексияның түрлері көңіл күй мен эмоциялық жағдайды анықтауға арналған, сабақтағы іс-әрекетке байланысты және оқу материалдарының мазмұнына берілетін кері байланыс болып бөлінеді. Кері байланыстың формалары мен әдістері: жазбаша түсінік беру, бақылау, сұрақ-жауап, блиц сұрақтар, жаппай сұрау, кері байланыс күнделігі, өзін-өзі бақылау дәптері, 1 минуттық эссе және тағы басқалар. Рефлексияның формалары мен әдістері: оқушы өзі жасаған әрекеттеріне ауызша баға беру, сурет салу түрінде, кесте, диаграмма, сауалнама толтыру, эссе жазу. Сабақтағы кері байланыстың 3 түрі бар. Біріншісі, көңіл күй мен эмоциялық жағдайды анықтауға кері байланысқа тоқталайық. Көңіл күйді білдіретін әртүрлі суреттер, смайликтер және бояу түстермен анықтау. Мысалы, ауа райы, бағдаршам, алма ағашы. Мысалы, алма ағашы әдісінде оқушыларға сабақ барысында түрлі түсті алма беріледі. Сабақ соңында оны алма ағашына ілу керек. Жасыл түсті алма: мен бүгін бәрін жақсы орындадым, сондықтан көңіл күйім көтеріңкі. Қызыл түсті алма: мен тапсырманы орындай алмадым, көңіл күйім жоқ дегенді білдіреді. Бір сөзбен әдісі барысында оқушылар берілген сөздердің ішінен бүгінгі сабақтағы жағдайын сипаттайтын 3 сөзді таңдайды: қуаныш, немқұрайлық, шабыт деген сияқты. Екінші, сабақтағы іс-әрекетке байланысты кері байланыс. Мысалы, табыс сатысы әдісінде кәдімгі сатының суреті беріледі. Бірінші баспалдағы: мен білемін, екінші баспалдағы: мен түсінемін, үшінші баспалдағы: мен жасай аламын. Таңдау әдісінде 5 пікір жазылған парақ беріледі. Мен сабақ қызықты немесе қызықсыз болды деп ойлаймын. Мен сабақта көп нәрсені үйрендім, үйренгенім аз болды. Мен басқаларды мұқият немесе зейінсіз тыңдадым. Мен пікірсайыстарға жиі немесе сирек қатыстым. Бесінші, мен сабақтағы өз жетістіктеріме ризамын немесе риза емеспін деп белгілейді. Оқушылар өздерінің сабаққа қатысу деңгейі мен ынтасын білдіретін сөздердің астын сызады. Үшінші, оқу материалының мазмұнына берілетін кері байланыс. Бұрын мен білмеуші едім, енді мен білемін деген сияқты ой пікірлерін білдіру болып табылады. Мысалы, плюс минус қызықты. Плюс оң әсер еткен фактілерді, алған білімдері жайлы жазады. Минус қолынан келмей жатыр немесе түсініксіз болып тұр деген ойларын жазады. Қызықты деген бағанға өздеріне не қызықты болды соны жазады, немесе не жайында көбірек білгісі келетінін жазады. Кері байланыс пен рефлексияны салыстырып көрейік. Кері байланыста сабақтың балаға қаншалықты түсінікті болғандығын, сабақтың қай деңгейде өткендігін және жеткізе алғандығының нәтижесін қысқаша оқушыдан алу. Және басқаның іс-әрекетіне беріледі көбіне кері байланыс. Рефлексия оқушыдан алған кері байланыстың сабағының қалай өткендігін, өн бойыңнан өзіңнің өткізіп, жіберілген кемшіліктеріңді саралап, келесі жоспарыңа түзету енгізу үшін алынады.
әркім өз ісіне рефлексия жасайды. Жақсы кері байланыс оқу мақсаттарына бағытталады. Оқушылар дұрыс бағытта екенін біледі. Оқушыларды қателерді түзеп, өз жұмыстарын жақсартуға ынталандырады. Оқушыларға өз бетінше ойлануына, жауап беруге мүмкіндік береді. Рефлексия арқылы оқушы өз-өзіне есеп беруге, өз қажеттілігін анықтауға, өзіндік көзқарасын қалыптастыруға, өз-өзіне баға беруге, білім алуға деген қызығушылығын арттыруға жетелейді. Көңіл-күй мен эмоциялық жағдайды анықтауға кері байланыстың әдіс тәсілдеріне міне үлгісін көрсетіп тұрмыз. Келесі мына бағдаршам әдісі арқылы, алма-ағаш әдісі арқылы, үш сөзбен деген әдіске тоқталып кетейік. Оқушылар өздеріне берілген 12 сөздің ішінен өздерінің бүгінгі сабақтағы жағдайын сипаттайтындай үш сөзді таңдап айтады. Келесі, оқу материалының мазмұны рефлексиясының әдіс тәсілдерде жаңағы атап өткен ББ бар, плюс-минус қызықты деген бар, синквейн әдісі бар, 5 жолды өлең деп те атаймыз, аяқталмаған сөйлемдер әдісі бар. Тазалық деген алдында қоқыс жәшігі, чемодан және ет тартқыш деп қолданып жүрген әдісімізді тазалық деп жалпылама атаумен осы тақырып бойынша білімді бақылауға пайдалануға болады. Сабақтағы іс-әрекетке кері байланыстың әдіс тәсілдері мынау жаңағы атап өткен табыс сатысы, таңдау әдісі. Енді осы берілген материалдар негізінде және тақырыпты қосымша ақпарат көздерінен зерттей отырып, үйге тапсырманы орындаңыздар. Бірінші, рефлексия және кері байланыс туралы толық зерттеп, тірек сызбамен мазмұнын толық түсіндіріңіз. Екінші, мектеп оқушыларынан алған ең қызықты кері байланысты шағын рефлексиялық есеп түрінде көрсетіңіз. Үшінші, осы бейне лекцияны тыңдап, өзіңіз тиімді деп санаған кері байланыс түрімен пікіріңізді білдіріңіз және рефлексия жасаңыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.